Сәлем достар, бүгін біз осындай дәмді құймақ жасайтын боламыз. Ең алдымен сүтімізді қайнатып аламыз. Видеодағыдай бу шығып тұратындай болу қажет. Одан кейін 2 жұмыртқа қосамыз. 7 қасық қант қостым. Өте дәмді шығады, көбірек қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап араластыру қажет. Осыны венчикпен араластырсаңыздар, түйіршіктері аздау болады. Енді ұнымызды себеміз, жақсылап араластырамыз. Менде 1 стакандай ұн кетті. Сіздер оны құймақтың консистенциясына қарай ұнды қосатын боламыз. Кейде көбірек қосу керек, кейде аздау қосу керек болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Түйіршіктері болмау қажет, сонда әдемі болып піседі. Енді кішкене сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Міне дайын болып қалды. Қараңыздар, өте сұйық емес, өте қою емес, орташа консистенцияда болу керек. Табаға майымызды жағып, осылай құймақтарымызды пісіретін боламыз. Бұл құймақтардың жасалу құпиясы ыстық сүтке жасасаңыздар, осындай ажурный тесіктері өте көп, өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер.